Жансүгіров колледжінің оқытушысы Бейсенбаева Жазира Талғатовна. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығына арналған педагогика пәні. Бағалау жүйесі: сабаққа қатысу, белсенділік, сұрақтарға дұрыс жауап беру, өз пікірін білдіру бойынша 5+ балдан аласыздар, ал үй тапсырмасының орындалуы бойынша 30 балдық жүйемен бағаланып жүрсіздер. Сабақтың тақырыбы: балалар бақшасында күн тәртібі, серуенді ұйымдастыру, балалар ұйқысын ұйымдастыру, балалар бақшасында күннің екінші жартысы. Бүгінгі біздің сабағымыздан балалар бақшасында күн тәртібінің ерекшелігімен таныса отырып, баланың бір күнін жоспарлап үйренесіздер. Серуеннің баланың айналаны тануындағы маңыздылығын меңгеріп, жыл мезгілдер туралы ақпаратты дұрыс айтуды, серуенді ұйымдастыруды үйренесіздер. Балалар ұйқысын және күннің екінші жартысындағы бала іс-әрекеттерін жоспарлап, тиімді ойындарды жүргізуге дағдыланасыздар. Бүгінгі сабағымыз 4 мәселе бойынша жүзеге аспақ, яғни жоспар бойынша: бірінші, балалар бақшасында күн тәртібі; екінші, серуенді ұйымдастыру; үшінші, балалар ұйқысын ұйымдастыру және балалар бақшасында күннің екінші жартысына тоқталып өтеміз. Бірінші мәселе бойынша күн тәртіп. Балабақшадағы күн тәртібін құру кезінде ағзаның басқа да мүшелері мен жүйелерінің өсуі мен даму ерекшеліктерін ескеру қажет. Яғни мектепке дейінгі жастағы балалардың күн тәртібінде жүру, жүгіру, өрмелеу, күрделі қорғану дағдыларын меңгеруге, сөйлеудің қалыптасуы мен жетілуіне, көптеген бұйымдармен және көріністермен танысуға, логикалық ойлаудың дамуына, гигиеналық және қандай да бір еңбек дағдыларын бойға сіңіруге ерекше көңіл аударылуы қажет. Мектепке дейінгі жаста күн тәртібіне келесі 6 құрамдас бөліктерді кіргізе аламыз. Бірінші бөлік: өз бетінше істейтін іс-әрекеттер, яғни оларға ойындар, еңбек, сабаққа дайындалу, серуендеу, жеке бас гигиенасын жатқыза аламыз. Ал екінші құрамдас бөлікке тамақ қабылдау, үшінші сабақтарды, төртінші үзілістерді, бесінші серуенді жатқызсақ, алтыншыға ұйқыны жатқыза аламыз. Жасына байланысты балалардың күн тәртібін 4 топқа жіктеуімізге болады. Бірінші топ кіші топтар деп айтамыз. Оларға 3 пен 4 жастағы балалар арасында кірсе, екінші топқа орта топтар 4-5 жастағы балалар, үшінші топқа үлкен 5-6 жастағы балалар, төртінші топқа мектепке дайындайтын, мектеп алды даярлық 6-7 жастағы балаларды жатқыза аламыз. Осындай 4 топқа жіктеп көрсетуге болады. Күн тәртібінде кіші жастағы балалар үшін 1 рет 2 сағаттық, ал үлкен жастағы балалар үшін 1,5 сағаттық күндізгі ұйқы қарастырылады. Мектепке дейінгі жастағы балалардың белсенді серігу уақыты 10-12 сағатқа дейін ұлғаяды. Ол барған сайын түрлері көбейетін ойындар мен оқу сабақтары және серуендеумен, қарапайым еңбек міндеттерімен толықтырылады. Ойын әрекеті ол мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші іс-әрекеті. Ойын әрекеті тәрбиелеу және оқытудағы әртүрлі тапсырмаларды шешуде аса маңызды. Ойындарды қимылдық және тыныш, жеке және ұжымдық және басқа да деп қарастыруға болады. Мысалға, қимылдық тыныш ойындарға рөлдік желідегі дидактикалық, музыкалық құрылыс материалдарымен жүргізілетін ойындар. Қимылды ойындарға қимыл қозғалыстар жетіледі және ептілік, батырлық, шыдамдылық, реакцияның жылдамдылығы, баланың кеңістікте және кездейсоқ жағдайларға үйрену қабілеті дағдыланады. Ағзаның өсуі мен дамуы ынталандырылады. Одан басқа қимылды ойындар баланың сабақтан, ұйқыдан кейін жұмыс істеуге қабілетін қалпына келтіруіне ықпал етеді. Ойынның басқа түрлері қоршаған әлемді тануға, сезім мүшелерінің дамуына, назар аударудың, ойлаудың, сөйлеудің, танудың, есте сақтаудың, көз алдына елестету,
боюнча дамууна ыкпал этет, бирок аз козголусты болуп көрүнөдү. Сондуктан күн боюна ар түрлүү сыйпаттагы оюндар тиімдүү түрдө кезектештирилүү кажет. Сонда бала да оюндарыңыздан жалыгып кетпейди. Оюн барысында баланын баардык рагымдык процесстери дамый түсөдү. Экинчи маселе боюнча серуенди уюмдаштыруу. Серуен дегенimiz мектепке дейинги мекемеде бала аракетин уюмдаштыруудагы режимдик сәттердин негизги бөлүгүнүн бири. Onun максаты бала ден соолугун нығайтуу, шаршаудың алдын алуу, денесин шынықтыруу, түрлүү аракеттер нәтижесинде организмде болгон функционалдык өзгөрүштөрдү реттеп, калыпка келтирүү. Серуендин маңызы бакылау, эмгекке баулуу, кыймыл белсендүүлүгүн арттыруу, кыймылдык спорттук оюндар менен жаттыгуулар жатат, бала менен жеке жумуштар жатады, балалардын өз бетинче аракети. Серуенди балалар өтө жакшы көрөт, өйткөнү айнала менен таанышып, болуп жаткан табигый кубулуштарга бала бакылап, кызыгуучулук танытады. Балалар агзанын ден соолугун күчөйтүү менен төзүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн таза абада серуендүү тиімдүү курал болуп табылады. Негизги серуен 3 кезеңден турады. Биринчи аба ырайын бакылоо. Бул балаларды шеңберге тургузуп, куштарды, аспанды, күндү, булутту бакылатуу, аба ырайын бакылоо. Экинчи эмгек. Түрлүү эмгек түрлөрү менен айналышабыз. Бул кезде агаш калдыктарын, түшкөн жапырактарды, кагаз калдыктарын кыста калакпен кагды тазалаткызуу бул балалардын эмгекке бауу аракети болуп табылат. Үчүнчү кезең оюн. Бул жерде кыймылдуу оюндар ойнотулат. Балалар оюн ойногонду жакшы көрөт, асиресе далада. Оюн кезинде санамак аркылуу санап да баардык оюн түрлөрүн колдонууга болот. Балалар далада ойнотулат оюндарга көп кызыгуучулук танытып жатады. Сондуктан эң тиімдүү, пайдалуу оюндарды тәрбиеши ырыктеп алганы дурус. Күнделиктүү және дурус уюмдаштырылган узактыгы 4 сагаттан кем эмес серуендүү балалардын кыймыл белсендүүлүгүн кажеттүүлүгүн жартылай камтамасыз этеді. Яғни түске дейін және түстен кейін серуен уақыты бөлінеді. Сонымен бірге таза ауа және күн радиациясы ағзаның алмасу үрдісін ынталандырып қана қоймай, көңіл күйге де қолайлы әсер етеді. Серуендеуді күннің бірінші және екінші жартысында өткізу қажет. Оның құрамына тек қана жүріп серуендеу ғана емес, сонымен қатар өз бетінше орындайтын әрекеттердің әртүрлі түрлерін, тыныс және қимылды ойындарды, дене жаттығуларын, табиғатты бақылауды, жұмыс істеуді кіргізу қажет. Мысалға, өсімдіктерге су құю, қардан жолды тазарту деген сияқты. Ағаш қалдықтарын жинастыру, ол балалардың серуендеу арқылы еңбекке баулу жұмыстары болып саналады. Мектепке дейінгі кезеңде бала қоршаған ортаны танып біледі. Баланың табиғатты танып білуге деген қызығушылығын оята отырып, педагог оны табиғатпен таныстырып қана қоймай, оны түсінуге, өсімдіктер мен жануарларды қамқорлауға, табиғаттың сұлулығын сезіне білуге үйретеді. Баланың танымдық дамуы ойын барысында табиғи нысандар мен құбылыстарға бақылау жасау, заттарды қарап, зерттеу кезінде табиғат пен табиғат күнтізбесіндегі ауа райы жағдайына бақылау, нәтиже жүргізу, соларды айту, еңбек және басқа да әрекеттер барысында жүзеге асырылып отырады. Мектепке дейінгі балалық шақ кезеңінде баланың танымдық дамуы эмоционалдық қарым-қатынастар арқылы қалыптасады. Әрбір жеке бала қоршаған ортаны қызығушылықпен қабылдайтын кішкентай зерттеуші. Бала белсенді әрекеттерге талпынады, сондықтан бақылау, зерттеу сияқты әдістер балаға неғұрлым жақын болып келеді. Серуенді ұйымдастыруда төмендегі жағдайларға көңіл бөлу қажет. Жер үлескесінде ойындар ұйымдастыруға жағдай жасалған болу керек. Серуенді балалардың денсаулығын нығайтудың ең маңызды құралы ретінде кеңінен қолдану. Балалардың киім мен аяқ киімнің ауа райына сай болуы. Балаларға жекелей ықпал ету.
балалардың қимыл қозғалысы әрекетін тыныш әрекетпен іскер реттеуге алу, балалар өмірі мен денсаулығын қорғау, техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау, серуенді өткізу деңгейін көтеруде, серуенге бөлінетін уақытты азайтуды болдырмау, яғни қанша уақыт серуенге бөлінген, сол уақытты толық пайдалану, серуеннің құрылысын сақтау, баланың үнемі бос болмауын ұйымдастыру қажет тәрбиешілер. Үшінші мәселе бойынша, жоспарымыз бойынша балалар ұйқысын ұйымдастыру. Күн тәртібінде ұйқы маңызды орын алады. Оның жалпы ұзақтығы кіші және орта топтарда 12,5 сағаттан, ал үлкен және мектепке дейінгі дайындайтын даярлық топтарда 12-11,5 сағаттан кем болмауы керек. Түнгі ұйқыға жасына сәйкес 10,5 және 10 сағат бөлінеді. Күндізгі ұйқы күн тәртібінде қала береді, өйткені мектепке дейінгі жастағы балалар үзіліссіз серігу жағдайында 5-6 сағаттан артық бола алмайды. Сондықтан күн тәртібінде кіші жастағы балалар үшін 1 рет 2 сағаттық және үлкен жастағы балалар үшін 1,5 сағаттық күндізгі ұйқы балабақшада қарастырылған. Төртінші мәселе бойынша балалар бақшасында күннің екінші жартысы. Балалар түскі ұйқыдан тұрғаннан кейін жуынады, бесін тамақ ішіп, серуенге шығады. Серуен барысында балалардың мәдени гигиеналық дағдыларын дамыту, дербестігін тәрбиелеу, олардың жеке бас моральдық сапаларын қалыптастыру жұмыстары жалғасын табады. Жаңа серуенді жақсы тоқталып өттік қой. Сол ерекшеліктер міндетті түрде сақталу қажет талаптары мысалға. Күннің екінші жартысында күн тәртібіндегі ойынға, ал ересектер тобындағы балаларды еңбекке араластыруға біраз уақыт бөлінеді. Оны тәрбиешінің ұйымдастыруы қажет. Күннің екінші жартысындағы негізгі іс-әрекет ойын. Балалар жеке де, шағын топ болып та, бүткіл топ болып та ойнауы мүмкін. Ересек топ құрылыс материалдар мен ойындар ұйымдастырылады. Мұндай ойындар күрделі болғандықтан оларды балалардың ұйымдастыруы қиынға соғады. Сондықтан тәрбиеші кеңес беріп, бағыттап отырып, көмек көрсетіп отырады. Қимылды ойындарды да пайдаланады. Олар серуен кезінде аулада немесе топ бөлмесінде өткізілуі мүмкін. Күннің екінші жартысында еңбек әрекеті ұйымдастырылады. Аптасына 1 рет бүкіл топ болып топ бөлмесін жинайды. Балалар ойын бұрышындағы ойыншықтарды, құрылыс материалдарын шкафқа жинап, қуыршақ киімдерін жуады. Сәби топта балалар тәрбиешіге көмектеседі, ал ересектер тәрбиешінің басшылығымен еңбек әрекетін өздері орындай алады. Ересектер мен мектепке даярлық топтарда шаруашылық, тұрмыстық және қол еңбегі ұйымдастырылады. Балалар бірлесіп ауладағы ойынға арналған ойыншықтар, зырылдауықтар, қайықтар, сөмкелер жасай алады. Еңбек тапсырмалар барлық топ балаларына беріледі. Балалар бақшасында айына 2-3 рет демалыс кештері мен ойын-сауықтар өткізіледі. Балалар қуыршақ театрын ұнатады, сондықтан мектепке даярлық топ балалары қуыршақпен қойылым жүргізуге үйретіліп, педагогтар оларға сәбилер тобының балаларына көрсетуге арнап шағын қойылымдар жасауына көмектеседі. Өйткені мектеп алды даярлық топтың балалары оған қабілеттері жетеді. Балалар көлеңке немесе үстел үсті театрын көреді, сүйікті әндер, музыкалық шығармалар тыңдайды. Сәби топтағы балаларға арнап ересек балалар концерт ұйымдастырады. Өлеңдер оқиды, билейді, сүйікті әндер орындайды. Кешкі сағаттарда тәрбиеші балаларға ертегі айтып, әңгімелер оқиды. Күннің екінші жартысында. Кешкі сағатта іс-әрекеттің түрлері ауыстырылып отырылады. Мысалға, музыка тыңдау, суреттер көру. Тәрбиеші сондай-ақ қимыл қозғалыс дамыту, сурет салу, ою, құрастыру, сөйлеу кемшіліктерін түзеу, сүйікті өлеңдер оқу, әндер қайталау сияқты жеке жұмыстар түстен кейінгі уақытта жүргізіліп отырылады. Сіздерге бақылау сұрақтары: балабақшада серуенді ұйымдастырудың ерекшелігі, балабақшадағы күннің екінші жартысы дегеніміз не, және ойынның түрлерін атау.
ертеңгі онлайн сабақта сіздер осы сұрақтарға маған тікелей жауап беріп отырасыздар. Үйге берілетін тақырып бірінші тапсырма табиғатты бақылайтын серуенді ұйымдастыру. Өздеріңіз 4 мезгілдің бір мезгілін таңдап алып, сол кезде баламен қандай жұмыстар, қандай ақпараттар және сол жаңа ақпараттарды қалай балаға жеткізесіздер, сол туралы жазасыздар. Екінші тапсырмада күннің екінші жартысына жоспар құру, яғни қалаған бір топты аласыздар, 4 топтың біреусін сол балаларға күннің екінші жартысында қандай жоспарлайсыз, соны жоспарын көрсетесіз және сол кезде жүргізілетін ойындарды топтастырып, ойындардың ережесін ұсынасыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.